Құрметті менің каналымды көруші қонақтар және менің тіркелушілерім. Мен бүгін сіздерге мынау бөлмемде терезе алдында өсіп тұрған көкөністеріммен сіздерді бүгін таныстырмақшымын. Мынау бірінші және екінші өсіп тұрған бұлар жаңағы болгар переці. Бұның дәні өткен жолы видеода да айтып кеткенмін. Бұл Америкадан әкелінген жаңағы иісі әдемі болып бұрқырап тұратын болгар бұрышының тұқымынан өсірілген. Міне бірнеше түп бар. Барлық санын қосқанда бір 7-8 онға жетіп қалады. Түбінен санар болсақ, бұлар гүлдеді. Мінекей, соңғы гүлдері уже кеуіп түсіп жатыр. Топырақта да мінекей бір гүлі түсіп жатқан бір гүлдері бар еді. Осы қай жағында мінекей топырағында да түсіп жатқан гүлдері бар. Кейбір мынау ненің бұрыштың үлкенірек болып өсті. Білмеймін, жарығы әдемі түсті ме, барлығы бірдей егілген, дегенмен мыналардың бойы екіншіден биігірек. Мұның да гүлдері гүлдеп уже түсті. Кішкене мынадай неге мынау басқаны көрсетіп кетеді. Кішкене ғана түйіндер, мына бір жерде міне тұр ғой, сол жерде түйінін көрсетіп тұр. Мынау нелерді болгар переці да өте әдемі. Жақында несін құйып қойдым мен, жақында удобрение сеуіп қойдым. Сонымен бұл әдемі өсіп жатыр. Ал енді мынау келесіге келетін болсақ, бұл укроп, балам бара ғой. Бұл укроп, аскөк деп атаймыз. Аскөкті әжептәуір өсіп келе жатыр. Не Данелия? Бара ғой, барып отыра ғой жаным. Кішкене немерем ғой маған көмектесіп жүрген. Енді келесі тағда бір неміз, бұл сапсары помидор болады ғой. Помидор өсіп тұрған. Бұл помидор, жан-жағынан көрсетейін. Мынау оранжевый ыдыстағы бұл помидор болғанда бұның да тұқымы өте сондай ерекше тұқым. Сары және сопақша келген майдалау помидорлар бар. Сол помидорлардың қызанақ дейміз ғой енді. Соны еккенде шыққан осындай нәтижесі. Мынау жаңағы айтып кеткен тәтті бұрышымыз, болгар бұрышы. Енді келесі тағда бір отырғызғаным, мен видеомнан көруге болады бұлардың қалай отырғызғанымды. Мынау сәбіздің түбін кесіп алып, 1 сантиметрдей бүршіктері бар болған. Сол бүршіктерін 1 сантиметр морковмен кесіп алып отырғызғанда осындай жаңағы 2 аптадан кейін осындай көгеріп өсті. Бұны да жаңағы көріп тәжірибеден өткізіп жатырмыз. Мынаның бәрін бақылап тұрамыз. Бақылап тұрғаннан кейін жаңағы соңғы нәтижелерін деп көретін боламыз. Сол қазір соларға шолу жасап бір көрсетіп қояйын деген ойым. Негізі бұлар мына ненің алдында өседі, терезенің алдында тұрады гүлдермен қатар. Кейбірі осы жерде тұрады, кейбірі жаңағы басқа бөлмеде терезенің алдында тұрады. Жылы жер, түп жағында мінекей батарейкасы бар. Сондықтан бұлар әрі жылы, әрі жарық, әрі суын құйып тұрамыз. Сондықтан бұлар жақсы өсіп жатыр. Бұларды мен журнал столының үстіне әкеп, жаңа өзімнің сабақ оқитын жеріме алып келгем. Сондықтан бұлардың тұрақты орны бұл емес, видео түсіру үшін ғана осылай істедім. Көбісі менен сұрайды, сіз биолог емессіз да деп. Мен айтамын, ешқандай да биолог емеспін, ешқандай да жаңағы өсімдік танушы ғалым емеспін. Мен жаңағы мамандығым тіптен басқа, педагог жаңағы ұстазбын, жоғары оқу орнында істеймін, ғалыммын. Бірақ та жаңағыдай бұл менің бала кезімнен неғып келе жатқан, айналысып келе жатқан кәсібім, хоббиім десе болады. Және сонымен бірге қазіргі заманда жаңағы тек осы мынау ұялы телефонды бостан-босқа әр нәрсені шықып қарағанша, әрі қозғалыс, әрі осы ұялы телефонды пайдалырақ етіп қолданайын деп осындай не жасап айналысамын. Текке диванда жатып алып, әркімнің нәрсесін көргенше, өзім де осындай заттарды жасауды дұрыс деп ойлаймын. Және сонымен бірге кейінгі жастарға үлгі болсын, олар да қызықсын осыдан қарап. Жаңағы әрине бұл жерде жаңағы бір өнім алып, бір керемет болсын демеймін. Мысалы, қалалы жерде тұратын балаларға кішкене ойлары бөлінеді, кішкене қозғалады, қызығып жасап, осы уақыттарында осылай айналысса деген тағы да бір нем бар. Осындай тілегім, сондай ниетпен жасаған түрім бар.